Ұлы Отан соғысына Қазақстан тұтас елдің бір бөлігі ретінде қатысты. Қазақстанда соғыс айналып өткен отбасы жоқ деуге болады. Біздің аталарымыз майданға аттанды, ал тылдағы әжелер оларға жеңіске жетуге көмектесті. Бәрі майдан үшін, бәрі жеңіс үшін сол кездегі басты ұран. Үлкен атам Сенбек Ұлы Отан соғысына қатысқан, соғыста көрсеткен ерлігі үшін орден мен медальдармен марапатталған. Мен атамен мақтанамын, мың алғыс ұрпақ үшін баға жетпес, сон соғыста көрсеткен ерлігіне. Камали Жанбаев соғысқа қатысқан. Жеңіс естіледі жалынды, жеңіс қоңыраулар қағылды, күн парақтар қып-қызыл, жеңіс келген 9 мамыр. Атам Оспан ұлы Өмірбек. Жеңіс күні қас салайық бәріміз, жеңіс күні туылайық жастарымыз. Осындай бір бейбіт өмір сыйлаған ардагерлі аталарға мың алғыс. Мамырда гүл қоямын алау қабырға, атамды еске аламын, гүл қоямын алау қабырға. Елікте өсетін батырларын десекі, әлем әшік апамыз, бауыржан біздің атамыз. Жеңіс күнін қарсалай бәріміз, жеңіс күнін тойлай жас келмес. Осындай бір бейбіт өмір сыйлаған ардагерлер аталарға мың алғыс. Мақпамса бала қасымға, елігімен даналығы жарасып, тарпан мінез тағдырмен таласып, қасым сағынғал болғай нерзелі, даңқой деген әскер көптен әрәсіп, шоқты көзін күнге қадап тұрғасын, адуында алтапсадай туғасын, біздің ерде аңыз қылып айтады, қасымдан жолбарысы бұл қасым. Өбек дедім өлмеусін өренді, қолын шағым үшін өренді. Ата аңыз атам батыр болғанда, қасым болмай көренді. Soğuz dedin geldi kaydan, bir havası
жатқан жайдан, тағдырына талай жанның, балта шаптал болсын майдан. Қызғалдақтай қырмызы, ерке содай гүл қызы, әлемнің мәншігін, шығыстың қос жұлдызы. Әлемнің мәншігін, шығыстың қос жұлдызы. Жесірнағы жау батырды, би қорғанып сапқа толды. Қыздарағы жауға шауып, елеске тау хас батырды. Қызғалдақтай қырмызы, ерке содай гүл қызы, әлемнің мәншігін, шығыстың қос жұлдызы. Әлемнің мәншігін, шығыстың қос жұлдызы. Жеңіс күні алыс арман оттары, күл астында жатты жайлап шоқтары. Өртенді жол шыдап баққан талайға, осы күнді жақындатты талайда. Мынау жеңіс күні отқа шыдатқан